Сотталушылардың сөзі сан құбылуда. Шерзат Болаттың қазасына қатысты басты айыпталушы да бүгін сотқа дейінгі жауабынан тайқып шыға келді. Тергеу барысында жасөспірімді пышақтағанын мойындаған Абзал Шынасыл енді бұл жауабынан бас тартып отыр. Жасыратын ештеңем жоқ деген айыпталушы өзін камераға түсіруге де келісім берді. Оның айтуынша, тергеу кезінде кінәні мойнына алуына сотталушылардың өзара келісімі себеп болыпты. Негізі марқұм Шерзатқа емес, оның ағасы Нұрқанатқа пышақ сұқтым дейді Абзал Шынасыл. Бұған оның бірінші болып мылтықпен оқ атуы түрткі болыпты мыс. Кейін осы қылмысы туралы із қалдырмау үшін су қаруды энергетикалық сусымен жуғанын растап отыр. Бүгін сотта Шерзаттың мәйітінің суреті де көрсетілді. Ал Абзал Шынасыл жасөспірімді нақты кім пышақтағанын білмеймін дейді. Шерзат Болат құлады жерге қаратай. Ол неден құлағанын мен білмейді екен, мен шалынып құлаған шығар едім. Сол кезде ол отырып скорый деп бақырған кезде барып тептім, ұрдым. Мен Нұрғанат Айпаевты қашып кетті десем, бейне жазбадан көрдім, сөйтсем оны сүйреп кеткен, алып кеткен екен. Соны бардым. Барған кезде екі бетімен жатты, сымы жартылай шешіліп жатыр екен, құймышағы жағы ашық жатыр екен. Соны төс қалтамдағы пышақты алдым да, пышақтың ұшымен 1-2 сантиметр ұстап, жамбасына 3 рет соғып алдым сол кезде.